Bismillahirrahmanirrahim. Ислам бойынша мұсылман еместер тозаққа бара ма? Қысқаша жауап: жоқ. Исламда кімнің жұмаққа немесе тозаққа баратыны тек бір Құдайдың еркінде. Өйткені тек Алла ғана адамдардың жүректеріндегіні біледі және олардың істерін біледі. Ислам өзін адамзат үшін, барлық уақыттағы барлық халықтар үшін ең жетілген дін ретінде жариялайды. Бүгін мен сендер үшін діндеріңді кемеліне жеткіздім, нығметімді тәмамдадым және сендерге исламды дін ретінде қош көрдім. Сондықтан ислам адамды жұмаққа жеткізетін ең үздік сара жол ретінде ұсынылады. Дегенмен, жұмаққа кіру мәртебесіне ие болу үшін тек мұсылман болу жеткіліксіз. Құдай тағала жұмаққа сый ретінде тақуа жандарды кіргізеді. Олар мұсылмандардан, мәсіхші христиандардан, яһудилерден және тағы басқалардан болуы мүмкін. Құран игі істер жасаған адамдарға сый берілетінін айтады. Жақсылықты ықыласпен істегендерге ең жақсы сый, әрі одан да артығы бар. Олардың жүздерін масқара да, қорлық та баспайды. Міне солар жұмақ тұрғындары, олар онда мәңгі қалады. Осылайша ислам бұл мәселені Алланың еркіне қалдырады. Ол қиямет күні соңғы есепте кімге рақым қылып жұмаққа кіргізетінін өзі шешеді. Сондай-ақ ислам жұмаққа кіретін адамдардың сипаттары туралы айтады. Расында иман келтіріп, игі іс жасағандардың және ғибадат құлшылықтарын орындап, зекет, тазарту садақасын беретіндердің сыйы олардың Раббысында. Оларға еш қорқыныш жоқ және олар қайғырмайтын болады. Ал егер олар иман келтіріп, тақуа болғанда, Алланың сыйы олар үшін анағұрлым жақсы болар еді. Әттең олар білгенде ғой. Осы екі мысалда Құдайға сенетін, игі істер жасайтын, адал өмір сүретін, намаз, ғибадат құлшылықтарын орындайтын және қайыр садақа беретін адамдарға Құдай тағала тарапынан сый берілетіні айтылады. Бұл сый ақыретте жұмаққа кіруді де қамтуы мүмкін. Расында иман келтіргендер, яһудилер, мәсіхшілер және сабилер, олардан кімде-кім Аллаға және ақырет күніне сеніп, игі істер жасаған болса, олардың сыйы Раббыларында, әрі оларға еш қорқыныш жоқ және олар қайғырмайтын болады. Егер адамға ислам туралы білім, оның ақиқатының толық түсінігі жеткеннен кейін ол оны қабылдамаса, Алла одан бұл жайында сұрайды. Әйтпегенде, ол өзінің ұстанған діні бойынша немесе адамгершілік түсінігі, ар-ұжданы бойынша сұралатын болады.